Біз сабағымызды бастамас бұрын психологиялық ахуал жасап алатын боламыз. Ол үшін сен ноутбукқа қарайсың және менің таңдаған суретімдегі көңіл күйді дәл солай қайталап бересің. Дайынсың ғой, иә? Көңіл күйің қалай? Жақсы. Жарайсың. Ендеше сенің көңіл күйіңді бақылаған үшін, мен саған сұрақ қояйын. Бұл жерде аралдар бар. Көңіл күй аралы. Сен қазір қай көңіл күй аралындасың? Таңдашы осының ішінен. Жалғыздық аралындасың, иә? Ендеше қазір сабақтың соңына дейін сенің көңіл күйіңді шаттық аралына, қуаныш аралына, ұйымшыл аралына, бақыт аралына жетелейтін боламын. Келістік қой, иә? Жарайсың. Ал енді, Ізбасар, бүгінгі сабағымызда сені бақылау үшін мен осындай өзімнің жеке паспортыммен сені әрбір жаттығуыңды бағалап отыратын боламын. Сонымен қоса, сен де өз-өзіңді бүгінгі тапсырмаларды мына көтерілу арқылы, бағаны көтеру арқылы өз-өзіңнен бағалайтын боласың өзіңді. Түсінікті ғой, иә? Жарайсың. Енді бүгінгі сабағымыздың соңына дейін сен өте жоғары деңгейде қатысуың үшін антижалқаулық сабақтың соңына дейін әсер ететін витаминді саған тарту етемін. Бұл сенің сабақ барысында зейініңді ашуға көмектеседі, жылдам жауап беруге көмектеседі және ізденімпаз болуға көмектеседі. Түсіндің ғой, Ізбасар? Сабаққа дайынсың ба? Айтамыз? Иә. Иә, бәрекелді, онда бастаймыз. Ізбасар, мына суреттерге қарайықшы. Қарай ғой. Бұл суреттерде ертегілер бейнеленген, иә? Мынау қандай ертегі? Балқан ертегісі, шұбар, тауық ертегісі, бауырсақ ертегісі. Қызыл кемпір. Жарайсың. Жеті уақ. Жарайсың. Үш ай. Бәрекелді. Енді осы ертегілердің барлығында не бейнеленген? Ұқсас тұстары. Тапшы. Не? Жануарлар бейнеленген. Мысалы, қызыл телпек ертегісінде қасқыр, жеткілікті лақ ертегісінде қандай жануарлар? Лақтар. Ал бауырсақ ертегісінде қасқыр, түлкі, аю бейнеленген, жабайы және үй жануарлары осы ертегілердің барлығында бар. Демек, бүгінгі сенің өтетін тақырыбымыз жануарлар әлемі деп аталады. Ізбасар, бүгінгі сабағымыздың тақырыбы жануарлар әлемі. Оқу сабағымыздың мақсаты сенің зейініңді, ойлау қабілетіңді дамыту, шоғырландыру және де саған үй жануарлары және жабайы жануарлар туралы толық түсінік беру болып табылады. Енді мен саған айтып өтейін, жануарлар әлемі екіге бөлінеді. Үй жануарлары және жабайы жануарлар. Үй жануарлары үйде өмір сүреді, ал жабайы жануарлар ормандарда өмір сүреді. Біз білеміз ғой, бұл жайлы? Жарайсың. Ендеше, қазір сен маған үй жануарларын атап беретін боласың суреттегі. Бұл қандай жануар? Түйе. Жарайсың. Жылқы. Жарайсың. Жарайсың. Қой. Ешкі. Жарайсың. Сиыр. Бұлар қандай жануарлар? Үй жануар. Үй жануарлар. Не себеп үй жануарлар? Өйткені олар үйде өмір сүреді, үйімізді қорғайды, үйдің ауласында. Енді осы жануарлардың бір жануар таңдап дауысын салып берші. Қай жануар таңдайсың? Мысалы, сиыр қандай дауыс шығарады? Му. Жарайсың. Ал ит? Ал. Ой, бәрекелді, жарайсың. Келесі бізде жабайы жануар. Ал бұл қандай жануар? Қоян. Қоян. Асық.
Asır. Asır. Тағы да аю, иә? Ақ аю және қоңыр аю жарайсың. Бұлар қандай жануар деп аталады? Жабайы жануарлар. Олар қайда өмір сүреді? Орманда. Бәрекелді, жарайсың. Олай болса, саған бүгін жаңа тақырыпты түсіндіріп өттім. Енді сол тақырыпты қалай меңгергеніңді жаттығу арқылы тексеріп аламыз қазір. Біз дайынбыз ғой, иә, сабаққа? Жарайсың. Бірінші тапсырма. Сыңардың хат деп аталады. Бұл жерде мана айтып өткендей үй жануарлары және жабайы жануарлардың суреті көрсетілген және жартысы жоқ, өзің білетіндей, иә? Жарты суреттері осы жерде. Сен соны тауып, өз орнына қоюың керек. Бастай қояйық. Қандай жануар? Тиын. Бұл қандай жануар? Қоян. Түлкі. Кірпік. Аю. Қасыр. Бұлардың барлығы қандай жануар? Жабайы жануарлар. Келесі үй жануары. Ал, жалғастырамыз. Мынау қандай жануар? Қой. Аха. Жылқы. Сиыр. Ит. Мысық. Бұлардың барлығы қандай жануар? Үй жануары. Бәрекелді, жарайсың. Бірінші тапсырмамды өте жоғары деңгейде орындадың. Мен сені бағалап өтемін. Бірінші тапсырмада жақсы орындағаның үшін 1 ұпай. Енді өзіңді бағалап өт. Нешінші деңгейге көтерілді? Бірінші деңгейде. Қыздар, біздің екінші тапсырмамыз сенің сипап сезу қабілетіңді тексеріп көру. Қалтада қандай жануар жасырғанын табуың керек. Сен ол үшін қалтаға қолыңды саласың, көзіңді жұмасың, ашпайсың және бір жануардан алып, соны сипап сезу арқылы қандай жануар екенін атап өтуің керек болады. Дайынсың ғой, иә? Көзіңді жұм. Ал енді қолыңды сал. Жарайсың. Көзіңді ашпай, иә? Екі қолыңды ұстап, сипап сезіп, қандай жануар? Қой. Қайын тексеріп көрейік. Қой ма? Ой, бәрекелді, жарайсың. Бұл қандай жануарға жатады? Жабайы ма, немесе үй жануар ма? Үй жануар. Бәрекелді. Келесі жануар қандай ғой? Көзіңді ашпа. Қандай жануар? Табамыз. Жылқы. Бәрекелді. Көзіңді ашасыз. Ал қандай жануар екен? Жылқы. Бәрекелді, жарайсың. Жабайы жануар ма, немесе үй жануар ма? Үй жануар. Жарайсың. Келесі жануар таңдаймыз. Көзіңді жұм. Ал көзіңді ашпа. Қандай жануар көрсі? Арыстан. Тексеріп көрші. Арыстан ба? Жарайсың. Қандай жануар? Үй жануар немесе жануар? Қандай? Жабайы. Жануар қайда өмір сүреді? Орманда. Жарайсың. Келесі. Көзіңді жұм. Екі қолыңды сезіп қара. Қандай жануар? Көзіңді аш. Қандай жануар? Қой екен. Бұл қайда өмір сүреді? Үй жануарына жатады, жарайсың. Түсі қандай? Ақ. Келесі. Көзіңді ашпа. Қолыңмен, екі қолыңмен сипап сезіп қой. Көзіңді аш енді. Маймыл ма? Жарайсың. Бұл қайда өмір сүреді? Жабайы жануар. Орманда өмір сүреді. Маймылдың түсі қандай? Қара. Бәрекелді, жарайсың. Енді ең соңғы жануарымыз. Көзіңді ашпай ма? Әтеш. Әтеңізді оятады, иә? Қайда өмір сүреді? Үйде. Үй жануарына жатады. Қолында өмір сүреді. Хорошо. Түсі қандай? Сары. Қою сары. Неше аяғы бар? Екі аяқ. Бәрекелді, жарайсың. Сен бұл тапсырманы өте жоғары деңгейде орындадың. Сол себепті мен саған 1 ұпай қоятын боламын. Ал, енді сен өзіңді бағала. Қай деңгейге көтерілдің? Екінші деңгейге көтерілдің. Бәрекелді, жарайсың. Іздасар. Қазір біздің екінші тапсырмамыз 5 саусақ деп аталады. Сен өзіңнің саусағыңды маған бересің. Мынау қай қол? Оң қол. Ал сол қолың қайсысы?
сол жарайсың. Қолыңдағы саусақтарға мен жануарларды келісетін боламын. Және сен сол жануар қандай жануар екенін атап өтуің керек. Панда. Панда жарайсың. Қандай түсте? Aqra. Ақ-қара. Қайда өмір сүреді? Жабайы. Жабайы жануар ормандарда өмір сүреді. Келесі жануарымыз Ит. ит. Қандай түсте? Қоңыр. Қоңыр түсте. Қайда өмір сүреді? Үй жануар. Үй жануар үйде өмір сүреді. Бізді қорғайды, иә? Жарайсың. Келесі Аю. аю. Қандай түсте? Ақ. Ақ түсте. Қайда өмір сүреді? Орманда. Орманда. Жабайы жануар, иә? Қандай жануар? Піл. Қандай түсте? Көп түсте. Қайда өмір сүреді? Қайда өмір сүреді? Орманда жабайы жануар. Келесі соңғысы Қоян. қоян. Қандай түсте? Ақ Ақ. түсте. Ақ розовыйдың қазақшасында қызғылт түсте, иә? Қайда өмір сүреді? Орманда. Өте жылдам шапшаң жануарға теңейміз біз, иә? Қоян. Енді қараймыз. Осы саусақтарымызды санап шығайық. Қане. 1, 2, 3, 4, 5. Саусақ былай тік ұсташы. Енді осының нешеуі үй жануар, нешеуі жабайы жануар. Санайықшы кәне. 1, Сосын болды ма? Бір жануар бізде үй жануар. Ал жабайы жануар нешеу? 1, 2, 3, 4. Төртеуі жабайы жануар. Енді менің сөзімді қайталап. Бас бармақ, Баспана. бала нерек, Бала нерек. ортан терек, Отан терек. шылдыр шілек, Шолдыр шөлмек. кішкене бөбек. Кішкене бөлек. Ой, бәрекелді жарайсың. Ендеше ағай, бұл тапсырманы өте жоғары деңгейде орындадың, саған бір ұпай қоямын. Және өзіңді бағаламын. Қай деңгейге көтерілдің? 3. Үшінші деңгей. Бәрекелді. Біздің келесі жаттығуымыз трес технологиясы деп аталады. Осы екі парақта қазір біз жасырынған жануарды табуымыз қажет. Ол үшін бізге эфир майы және де мақта керек болады. Қолыңа мақтаны аласың, және маған сәл батырда аның үстіне сипаймыз. Және де қандай жайы кішкентай. Қандай жануар жасырынғанын табуымыз қажет. Мен саған көмектесейін. Осындай жаса. Біреумен жасай бересің. Мына бетті сүрт. Сүрте ғой. Іздаса, қандай жануар жасырынған? Сиыр. Сиыр. Қандай жануар? Үй жануары. Бәрекелді жайсың. Сиырдың дыбысын салып берші. Бәрекелді. Бұнда қандай жануар жасырынған екен? Ал қандай жануар жасырынған? Аю. Аю. Бәрекелді жарайсың. Үй жануар ма немесе жабайы жануар ма? Жабайы. Аюдың көңіл күйі қандай? Жаман. Жаманда қарашы. Күліп тұр ғой аю. Күліп тұр ма? Иә, бәрекелді. Көңіл күйі көтеріңкі. Сиырдың көңіл күйі қалай? Жаман. Жаман ба не сиырдың? Қарайықшы. Күшті болып тұр, иә, бәрекелді жарайсың. Бұл тапсырманы да жоғары деңгейде орындадым. Сол себепті саған бір ұпай беретін боламын. Және өз-өзіңді бағалап өт. Нешінші деңгейге көтерілдің? 4. Төртінші жарайсың. Ізбасар. Біздің қазіргі жаттығуымыз құстар жаттығуы болып табылады. Сенің көз алдыңда көрініп тұрған бірнеше құстар өз ұясын табалмай қалыпты. Ал біз оған қазір көмектесеміз. Жарай ма? Иә. Қазір мына жерде әр ұяшықтың тұсындағы QR-кодты сканерлеп, құстардың дыбысын естетін боламыз. Сенің есту қабілетіңді тексере отырып, осы құстарды өз ұясына орналастырамыз. Дайынсың ғой? Жарай, келістік. Қандай құс? Аты қалай? Қарға. Бәрекелді жарайсың. Қоя ғой ұяшығына. Қандай жануар? Қандай құс? Үкі. Ала ғой, сүресе. Үкі қайда өмір сүреді? Орманда. Жарайсың. Ал келесі құсты естіп көрейік дауысын, иә? Таныстыңыз, иә? Біз теңіз жағасына қыдырып барамыз. Сол жерде қандай құс? Аққуды көреміз. Бәрекелді жарайсың. Аққуды өз ұясына орналастыра ғой. Келесі құс. Көктемде келеді ол кісі ең бірінші. Қарлығаш жоқ. Жарайсың. Қандай құс? Кеттер. Ұяшығына орналастыра ғой. Қарлығаш құсы да бәрекелді жарайсың. Ұясына орналастырамыз. Ең соңғы құсымыз. Бұл қандай құс? Айтайықшы. Бұл
Бұл. Бәрекелді, жарайсың. Орнына орналастыра қой. Енді бұл тапсырманы жоғары деңгейде орындадың. Құстарды өз ұясына не болды? Апардық. Бәрекелді, жарайсың. Сені мен бір ұпаймен бағалайтын боламын. Ал өзіңді қай деңгейде көтересің? 5 ұпай. Ізбасар, сен бүгін көп жаттығуды орындап шаршап қалдың, иә? Олай болса, қазір біз сенімен сергіту жаттығуды орындаймыз. Дайынсың ғой? Иә, орнымыздан тұрамыз, қазір мына видеоны қараймыз, және осы видеодағы жаттығудың іс-әрекеттің барлығын дәл осы кезінде қайталайсың, иә? Ізбасар, біздің келесі тапсырмамыз жасанды интеллектпен жасалған Moodle платформасындағы тапсырма болып есептеледі. Қазір біз оны планшет арқылы орындаймыз. Сілтемеге кіреміз. Міне, мынаның ортасын басып айналдырасың, және де қай жануар тұрғанын айтып өтесің суретте. Түсіндің ғой, қайда өмір сүретінін, тоқтағасын өзі таңдап береді. Қайда өмір сүретінін айтып өтесің. Түсінікті ғой, Бұл қандай жануар? Қоян. Қайда өмір сүреді? Жабайы жануар, орманда өмір сүреді. Қоян өте жылдам жануар. Шапшаң, Келесі. Ит. Қандай жануар? Үй жануар қайда өмір сүреді? Үйде өмір сүреді. Ой, бәрекелді, жарайсың. Дыбысын салшы иттің. Коф. Бәрекелді, енді айналырыз. Аю қандай жануар? Жабайы жануар қайда өмір сүреді? Түсі қандай? Жарайсың. Саған ұнады ма бұл жаттығу? Бәрекелді, оны біз бағалайық сені. Жаттығуды өте жоғары деңгейде орындадың. Сондықтан мен саған 1 ұпай беретін боламын. Ал сен қай деңгейге көтерілдің? 6-шы деңгейге көтерілдің. Бәрекелді. Ізбасар, біздің келесі тапсырмамыз Weber платформасы арқылы мына жануарларға жан бітіру болып табылады. Сенің алдында тұрған жануар қандай жануар? Қой. Бұл? Қоян. Үй жануары және жабайы жануар болып есептеледі, Қазір біз сенің таңдауыңмен бір жануарды түрлі түске бояйтын боламыз. Қай жануарды таңдайсың? Қойды ма, әлде қоянды ма? Қойды таңдайық, Қанекей. Енді біз осыны бірге бояйық. Қалаған түсіңді бояйық қарандаштар арқылы. Өте жоғары деңгейде боядың, жарайсың. Енді қазір біз мына сенің бояған суретіңе жан бітіреміз. Дайынсың ба? Келе ғой. Кел. Қандай жануарың? Қой. Қой жануарың. Ол не істеп жатыр қазір? Доп ойнап жатыр. Тұрма? Сенде допты сол. Допты бас? Терetsің. Ендеше біздің келесі жануарымыз, маған боямаған жануар, екінші қандай жануар еді? Қоян жануар еді. Соны тексеріп көрейік, Ол қара. Егер сен қазір оны бояйтын болсаң, оның киімдері неше түрлі түске боялады. Көрдің бе? Ұнады ма саған? Жарайсың. Ұнады. Енді сен бұл суретке жан бітіріп тапсырманы өте жоғары деңгейде орындаған үшін мен саған 1 ұпай беретін боламын. Ал сен өзіңді қай деңгейде бағалайсың? Қайсы? 7. 1 ұпай бердің өзіңе және 7-ші деңгейге көтерілдің. Бәрекелді, жарайсың. Ізбасар, біздің келесі жасанды интеллекттен дамыған тапсырмамыз неге? Манағы біздің өткен жануарларды біз қазір
3D объекті түрінде көретін боламыз. Кел, менің қасыма келе ғой ол үшін. Бұл қандай жануар? Аю. Қайда өмір сүреді? Орманда. Орманда өмір сүреді. Міне. Бұл қандай аю? Үлкен аю, я? Үлкен аю. Келсі мынау қандай жануар? Сиыр. Міне. Қолымызға алып тұрсақ та болады сиырды, я? Көрдің ба? Өзің де қолыңа ұстап қарашы міне сиырды. Мынау кіші сиыр, мынау үлкен сиыр. Ал бұл? Әтеш, я? Әтешті үлкейтеміз осылай. Көрдің ба? Мінекей. Тапсырмамыз қызықты болды ма? Жарайсың. Ендеше бұл тапсырманы жоғары деңгейде орындағаның үшін ұпай беретін боламын. Сенде? 8 ұпай жиналды. Келесі біз бүгінгі сабағымызды қорытындылау үшін қараймыз. Негізгі бүгінгі үйренетін жануарларымызды атап өтейік. Мен айтамын, сен дыбыстық талдаушысың, соны қайталайсың. Қоян. Айтамыз. Қоян. Жарайсың. Аю. Жарайсың. Жолбарыс. Жарайсың. Бұл неше жануар? 3 жануар. Қандай жануар? Жабайы жануар. Бәрекелді. Келесі. Әтеш. Жарайсың. Сиыр. Жылқы. Немесе ат, я? Бұл қандай жануар? Үй жануары. Бәрекелді. Жарайсың. Сен жақсы аттарын айттың жануарлардың. Енді бұл үшін де саған 1 ұпай қоятын боламын. Қоя ғой, 1 ұпай. Сен өзің нешінші деңгейге көтерілдің? 9-шы деңгейге көтерілдің. Бәрекелді. Енді сабағымызды аяқтамас бұрын мен манағы саған сабақ басында айттым ғой. Қай аралдасың дегенде сен жалғыздық аралындамын деген едім. Енді қазір біз жаңа тақырыпты өттік, түрлі тапсырмаларды орындадық. Қазір сенің көңіл күйің қай аралда? Ұйымдастыру аралында, қуаныш аралында және бақыт аралында. Бәрекелді, жарайсың. Енді саған үй тапсырмасы. Анаңмен бірге манағы бояған жанданған қоян және пингвинді бояп келу және оған жан бітіру. Сонымен қоса мына жердегі қай ертегіні таңдайсың? 3 аю ертегісін үйде QR-код арқылы анаңа беріп жіберемін. QR-код арқылы тыңдап ертегіні және соны маған сабаққа келген кезде, келесі сабаққа келгенде мазмұндап айтып бересің. Яма, түсінікті ғой, я? Сабағымыз түсінікті болды ма? Жарайсың. Сабақта өте жоғары деңгейде отырдың және барлық тапсырмаларды толық орындағаның үшін сенде толық 10 ұпай. Өзіңді бағалағаның үшін тағы да 10 ұпай. Мен саған бүгін жоғары деңгейде сабақ орындаған үшін 10 ұпайлы бонус картаңды беретін боламын. Сабаққа жақсы қатысқаның үшін рахмет балақай. Келесі сабақта кездескен